әрбір тас кемі дегенде $1 миллион тұрады. Актрисаның неке сақинасы үлкен гауһармен безендірілген. Оны Калькуттада Баччан отбасының досы Тина Амбани сыйлаған. 2011 жылы олардың қызы Арадхия дүниеге келді. Босанғаннан кейін актриса ұзақ қалпына келе алмады. Ол артық салмақпен күресті. Салмақ жоғалту процесі оған 2 жылдан астам уақытты алды. Ол ет өнімдерінен бас тартуды көздейтін арнайы диетаның арқасында салмағын жоғалтты. Сары баспасөз жасөспірім Арадхияның ата-анасының сұлулығын алмағандығын, оның әйгілі актер Амитаб Баччанға атасына тартқанын айтып мазақ етіп жүрді. Айшвария табиғаттың сұлулығымен марапатталған қасиетін бағалайды, сондықтан ол бет терісін мұқият қадағалайды. Бұл оған макияжсыз да керемет көрінуге мүмкіндік береді. Актрисаның құпиясы қарапайым, ол күніне 2 литрге дейін таза су ішеді және фастфуд жемейді. Ол қияр маскасымен терінің серпімділігі мен балғындығын қорғайды. 2018 жылы баспасөз олардың отбасылық мәселелері бар екен туралы айта бастады. Ерлі-зайыптылар ажырасу туралы ойлайды деген қауесет тарады, алайда олар мұны жоққа шығарды. 2019 жылы екінші баласын күтіп отыр деген тағы да қауесет қайта жанданды. Бұған себеп Гоадағы ерлі-зайыптылардың бірлескен демалысының суретіндегі ішін жасырған созылған футболка кигендегі Айшвария Райдың көрінісі болды. Айналасындағылар жастайынан Айшварияның ерекше сұлулығына таңғалатын. Ол 18 жасқа толғанда модельдеу агенттігіне шақырылды. Айшвария Ford компаниясы ұйымдастырған супермодельдер байқауының жеңімпазы атанды. Біраз уақыттан кейін үнді сұлуы әйгілі американдық журналдың мұқабасын безендірді. Ол Үндістанның ең танымал қызына айналды. Оған күн сайын белгілі бір брендтің бет бейнесі болу туралы бірнеше ондаған ұсыныстар түсе бастады. 1994 жылы ол Үндістан аруы байқауына қатысуға өтініш бергенде ол бірден бірінші орынға ие болу туралы фавориттердің қатарына кірді. Бірақ подиум жұлдызы тәжді ала алмады және Үндістан аруы атағы Сашмит Сенге кетті. Актриса екінші орынға ие болды. Байқаудағы жеңілісті қыз оңай қабылдады. Ол тәжді басқа үміткерге тапсырғаннан кейін де көпшілікке күлімсірей қарады. Сол жылы Рай Оңтүстік Африканың Сан-Сити қаласында өткен әлем аруы халықаралық сұлулық байқауына қатысып, сенімді түрде жеңіске жетті. Қыз купальник, ұлттық киім және кешкі көйлек киген дефиле байқауының қазылар алқасын баурап алды. Үнді қызының нәзік фигурасы, оның жұмбақ көздері, сәнді шаштарымен үйлесіп, бүкіл әлем бойынша көрерменді жаулап алды. Әлем аруы атағын алған ең танымал қызға айналды. 1997 жылы Айшвария модельдік бизнесті тастап, актерлік мансаппен айналысуға шешім қабылдады. Оның үнді киносындағы дебюті Белградтағы халықаралық кинофестивальда үздік фильм атағына ие болған «Тандем» жартылай өмірбаяндық драмасы еді.